Жақыннан бері ғаламтор желісінде меломендік Жігер Ауыпбаевтың жаңа фильмге түсіп, актер атанып жүргендігін байқап қалдық. Сол себепті әншіні арнамызға шақырып мән-жайды сұрастырдық. Бұл фильм 72 сағатта үйлену романтикалық комедиясы 2014 жылдың жаз айында ораза кезінде түсірілді. Бұл фильмге жалпы мен былайынша айтқанда түсуіме себепкер болған осы өнердегі әріптесіміз Асхат Садырбай. Оның режиссері Еркебұлан Жолдасов, ал продюсерлік қызметті белгілі журналист Асхат Садырбай мен Жәнібек Мадеев атқарып жүр. Аталмыш туындыда өнер қырандары театрының жігіттерімен қатар өзге де белді актерлері төбе көрсетті. Ал Жігердің сүйіктісінің рөлін Динара Абдуллина сомдайды. Сол кезде ораза ұстап жүрген Ауыпбаевқа фильмге түскен қиынға соғыпты. Ораза кезінде біраз кішкене қиын жағдайларда болды. Күннің ыстығында Шымкент өңірінде сол жақта Балдыберек деген ауыл бар. Өте керемет табиғат. Сол жерде түсірілді. Фильмде махаббат, достық секілді сезімдер баяндалады. Әрине, барлығы әзілмен жеткізілетін болады. Жігердің сөзіне сенсек, аталмыш туынды өте қызықты болады. Стедикам дейді, олар қолмен ұстап ары-бері түсіріп жүретін операторлар. Солардың өзі түсіре алмай бір күн кешке дейін күліп, камера селкілдеп кете береді, Жанболат былай ойнайды. Енді ол ойнайын деп өзі жеткізіп жатыр, бірақ қимылдарына, сөйлеген сөздеріне қарайды, бәрі күледі да. Ал меломендік жігіт өзінің актерлығы жағынан кемшілігі болатынын айтып қалды. Оның қалай болғанын 11 ақпаннан бастап үлкен экраннан тамашалап бағасын бере жатарсыз. Ендеше сау кесерін асыға күтеміз.